өзінің жерінде, әйтпесе Турцияда да бір той жасауға бар ғой, құдіретті ақшасы да жетеді. Жоқ, мен Қазақстанға келіп, осы өзімнің жерімде, өзімнің мекенімде қызымды ұзатам деп сонау мемлекеттен асып келген той иелеріне бір шапалақ соқтым ағайындар. Беке, көңіл қалай? Күшті. Сіздерде бірінші қыз ба? Қазір бір музыка қоям. Тойдың басы қазір напряженный болып тұр ғой, кішкене бүйтіп, қабақ түйіп, кім қалай, не болып жатыр. Бүкіл проблеманың бәрін забудем. Анау кредит, бәрін пакетке салып, жолдың арғы бетіне лақтырып жіберейік та, есікті жауып қойып, әдемі қызымызды әдемі шығарып салайық. Мына кісілерге тамақ салаттым да қызық емес, екеуінің қабақтарын қызық болып тұр. Қазір музыка қоям, жақсылап бір билеп алыңдар, сізді танитындар қол соғады. Жақсы ма? Қандай музыка қояйын? Ау? Мен білемін? Жоқ, тоқайып білейді. Екеуің қойын тойдың иесі. Екеуің бір билеп алыңдар, настроениені көтеріп алайық, одан кейін тойды бастаймыз. Бүгінгі той иелері Берік аға мен Индира! Туысқандар қайда, туысқандар! Мысығырып, айқай шу! Қыз берген атып осылай билейін екен қарсын. Наконец-то әдемі кетіп барады. Біздің ана Қостанайдан құдалар, Қостанайдан келген құдалар бері қарай шығай. Бір шамаласы ғой, Алматы, Қостанай. Енді бетейік. Қанай ағайындар, есіңіз Сабыржан болады. Мен Қарағанды облысы Теміртау деген қаладан келіп тұрмын бүгін осы тойға. Бізде енді көмір мен темір шығады, түрімнен көрініп тұрған шығады, не шығатыны. Осы арнайы бүгін январдың басында екеуі Турцияда жүріп, осы тойға заказ беріп, Сабыржан, біз Турцияда жүрсек те сені көреміз, күшті, сенің түрің онша болмаса да тойды жақсы басқарасың, қызым тойын сен басқаршы деп екеуі заказ беріп, аманаты бүгін міне орындалайын деп жатыр. Бірінші шапалақ осы Берікті дүниеге әкелген анасы үшін бір шапалақ соғайық. Қайда анасы? Ладно, бекте жарай, қазір тауып аламыз. Екінші, осындай дүркіретіп, той жасауға себеп қылған, қызымыздың қолын сұрап келіп тұрған, Қостанайдан келген алтын құдаларымызға бір шапалақ соғып берейік. Мына кісі сіздің мамаңыз, сіздің мамаңыз бар ма мында? Индираның мамасына бір шапалақ соғайық. Қақта Индираның мамасы? Мамасы ма? Мен Берікті кластасы екен деп жүрмін мына кісіні. Тойларыңыз құтты болсын. Екеуіңіздің арқаңызда осы балдар өсіп, өніп, көгеріп жатыр. Мынау бірінші немере ғой да кетіп жатқан түсінгенім бойынша. Аллах тағала осылардың қадамын құтты етсін. Тойдың басында мынандай сценарий айтып кетейін. Құрметті ағайын, қазір мен сіздерді тосқа шығарған кезде біз әдеміге және күйеу баламызға тілек айтайық. Ортаға шығып, Берік мектеп бітіргенде, басшы керек емес сондай әңгімелер негізі. Менің шағым соғысқа барғанда дым керек емес. Осы тойда тек тілек айтып, топтап шығып, 3 адам сөйлеп, қалғанымыз билеуге келсеміз ба? 3 адам сөйлесін. Үлкен бір ата сөйлесін, сосын түрі әдемі бір кісі, сосын очелес біреу сөйлесін, қалғанымыз билеп көңіл көтерейік. Өйткені мына кісілер бүгінгі тойға самый супер приз, құлақтарыңызға салып қойыңыздар. Супер приз. 10 күнге 2 адамға путевка дайындап қойыпты. Ол үшін бір шапалақ соқсақ болады ағайындар. Қаскелеңге. Дайынбыз ғой да? Енді сәлсіздер ары қарай төртеуіміз бір жерге тұра қалыңыздар. Мен ортаға бүгін әдемі қызымыздың қолын сұрап келіп тұрған красавчик күйеу баламызды құрмет, қошеметпен ортаға шақырайын. Күйеу бала! Новый күйеу бала түгіл 80-дегі ата кірмейді негізі ағайындар. Біз
қазір күйеу баланы қалай құрметтесек, әдемі қызымызды өмір бақи солай құрметтейді. Сондықтан күйеу бала үшін ручка бойынша бір шапалақ. Кетті! Қош келдіңіз. Енді анау деп миыңды ашытып тамада емеспін. Қазақша түсінеміз, е? Бір-бір. Так, қолында екі гүл бар екен. Кімге? Енеме, Индира енеме және Әдема. Уже енең ба? Бер абай енең. Смелый екен да? Бірақ. Хотя қолынан алып кетсе қайнататын. Енеңе гүл алыпсың, қайнатаңа хотя бы дизима, горилла ма аласамат па мәз болмалады. Біздің бейбарысымыз бен әдеміміз бақытты болсын ба? Бақыт құсы қонсын ба? Ну давайте Алматы от души бір шапалақ болсын да! Бейбарысымыз қай жылғы? 98. Әдемі? 2000, е? Әлі паппалям екен болды, ә? Құтты болсын. Төрге шығаны жігіт жолдасы ба да жаныңызда? Жоғарға шыға беріңіз. Молодец. Жігіт жолдасы бір қосылмайтын әкімі ма депутат сияқты екен өзі. Енді бүйтейік. Араласып жүрсіздер. Енді Қазақстанға келіп, бір күретіп той беру оңай емес негізі. Бірақ енді бүгін шын мәнісінде ең әдемі киініп алған осы Индира сияқты, я? Қараңыздаршы, настоящая турецкая. Вот у меня турецкая, а у него турецкая. Хорошо? Жасыл көйлек, мойнына люстра тағып алған, мысалы, кімнің қолына келеді ондай? Күйеуі, қырғызстанский ма, бір костюм киіп алып та ештеңе етпейді. Ал енді біздің қызымызды қарсы алуға дайынбыз ба? Әдемінің подругалар бар ма мында? Бар ма? Ай, молодцы. Ладно. Біздің Берікбенен Индираның достары бар ма? Достары бар ма да? Ай, молодцы. Новый құдалар. Ағайын туыс, нағашы бауырлар. Ал, сұлу да көрікті қызымыз дайын болса, ортаға керемет әнменен қарсы алайық. Ал, Херем қатын, дайынсың ба? Вот, бірінші вопрос. Әдемінің аты әдемі. Өзі әдемі ба? Күшті бүгін керемет папа, мамаң дүркіретіп той берейін деп жатыр. Ал енді рұқсат болса, Бейбарыс келесі ба? Индира бер жібейді ба? Келесі ба? Күйеу балаға шапалақсам қарайын. Ғашық қылма, сен мені ғашық қылма. Жан сырымды әуелі ашықтым да, күтек тұрар әлемі махаббатты асықтырма. Көрдіңіз келді? Неге көрдіңіз ғой? Жұмыс анау деп жүргенде, кеше ғана кішкентай жүгіріп жүрген қызыңыз бүгін міне бір елдің тұтқасын ұстауға аттанып жатыр. Қыз беру оңай емес, Берік аға ойнап күліп жүргенмен, оның жүрегінде тұр. Көршіге малға берсең, көрші малған қайда деп ертеңнен сұрап барасың. Қыз кеткенде шынайы жүрегін жұлып беретін ол әке мен ана. Қыздарыңыз барған жерге тастай батып судай сынсын. Жақсы ма? Батпаса батырып тұншық тұрыңдар. Осы біздің бейбарысымыздың ата-анасы главный кімнің қолына бары жатыр? Құда мен құдағиды көрейік, қол салып ортаға шақырайық. Келіңіздер. Құдағи. Ассалаумағалейкум. Сәлеметсіздер. Ал. Дана болсын деп, өзі бойы да кісіге ұқсайды екен. Аха. Ама кімнің келсейші бері қарай. Турция, исіна. Құдағиның қасына алыңыз. Вот. Жігіттер, қыздар. Бүгін алғашқы рет Аллахтың қалауыменен Берік ағамыздың өрісі кеңейіп жатыр. Ол кімнің арқасы? Әдемі менен бейбарысымыздың арқасы. Бақытты болсын. Құдағи, біздің әдемі сізбен бірге тұра ма? Келін болып, бөлек шығам.
Пока бөліп тұрады. Сонша әдемі сұрап берші деп отыр еді ғой. Қалжыңдай құрсын. Жақын тұрып бір әдемі бір фотоға түсіп алыңыздар. Қандай күшті. Әдемі күшті вообще. Күліп түсіңіздер, иә? Ешкім жетісіп жүрген жоқ қазір. Ана масаханаға қарап түсіңіздер. Не масахана ма не бар? Соған қарап түсіңіздер. Бүгінгі той иелеріне шын жүректен бастары бақытты болсын, астары тақты болсын. Осы бейбарыс пен әдеміге дұға тілер қабыл болсын дегеннің шапалағы қатты болсын. Құдағиыңыздан бақсаңыз. Тәрі бүчуң, ері. Іштен көздер басын. Қызымызды алып отыр ғой. Қыз бергеннің назы бар дейді құда. Айып етпейсіз ғой, ендері қалып қойды. Қыз алған жалпағында, қыз берген талпақында деген сөз бар біздің қазақта. Енді бейбарыс өзін ақыл тоқтатып, 25-ке келіп, міне еркектік мінез қалпына оны күш қуатын толықтырған кезде отау құрып атсын, саған ақыл айтатын жаста емессің. Просто бір ауыз еркекше осы тұрған әке шешеңе, ата енеңе, ата әжелеріңе бір уәде беріп кет. Бүгіннен бастап әдеміге ұрыспаймыз деп уәде бересіз ғой. Бүгіннен бастап әдеміге ұрыспаймыз уәде береміз. Ұрыспаймыз дейді. Бір жылдан кейін не болатынын білмей тұр ғой боласыз. Бүгіннен бастап әдеміден басқа ешқандай қызға удалено қарамайын деп уәде бересіз ғой? Әрине уәде беремін. Әдемі ешқашан күйеуіме қарсы келмеймін деп уәде бересің ба? Иә. Ішімнен атаң бас деп тұрған жатсың ба? Ұрыспасын. Бір күн ұрыс болған үйде құда 40 күн берекет болмайды деген сөз бар ғой қазақта. Міне, сонау Қостанай болсын, қай жаққа болсын, ол маңызды емес. Ең бастысы қазақ пен қазақ құда болып, құдаң құрдасындай, құдағиың сырласындай болып жүре берсін. Қазағым қара өлеңге құма келсін, сен дағы арды өлеңге мұра келсін. Әдеміге тілейтін тілегім сол, басына бақыт құсы қона берсін. Екеуіне жаманды ойлағанның, тіл жағым жаратқаның буа берсін. Бейбарыстың ұрпағын көбейтем деп, келіндерің жыл сайын туа берсін. Немеренің қызығына тоймай көліп, шөберенің жаялығын жуа берсін. Осылардың бақытты болғанына бүкіл қазақ куә болсын. Осы тілек қабыл болсын деген жандар аямай шапалағын соға берсін. Бақытты болыңыздар. Екеуіңді ұқсайды. Кішігірім. Құсастық бар ма? Айтыңыздаршы. Я? Құсастық бар. Сонда күшті әдемі өті. Башын жаққа башын қабағын киіп алып, яғым жүр. Болды, ана, саған осы ресторанның пол жуатын кісі рахмет айтып жатыр. Жүрген жерін ана көлегімен тазалап жүреді екен дейді. Ана, көре алмай тұрғандар бар ғой, қол соқпайды деген ғой. Дастарханға жайғасамыз, баршамыз, той қайырлы құтты болсын. Кім көріп тұр, қол соғыз жүрсін әдеміге. Күйеуіға шамала. Официант бұлай тұр. Официант бұлай тұр. Қазір намаз жегенде қыз жолдасы. Жұбайына қара. Екеуі отыра бересіз, жолдас, сіздерге қатышы. Жұбайына қарашы бейбарыс. Екі қолымен екі белінен ұстап, екі белінен қанша жан-жағын масқаны көрсетейін ба деші. Қалжымай. Жібер қалжымай, жүр боласыз. Біздің әдемі бақыт болсын дегенде екі қолды көтереміз. Все поднимают ручки. Кто не поднимает, подмышка проблема. Қолдық жыртық болмаса көтереміз. Все, құдалар, құдағилар, бәріміз көтереміз. Бейбарым, әдемі
әдемі үшін мен қазір тілек айтам, қолды бірісін дейін, бір шамалақ екен. Бейбарыс пен әдемі бақытты болсын. Нет, один раз, все вместе. Так, бәріміз бірге. Бейбарыс әдемі бақытты болсын. Ауырмасын. Мәңгі болсын. Әдемі, иншалла, оң боласың. Бесеу ұл, бесеу қыз. Аясаңдаршы. Әдемінің мамасы Индира 110 жасасын. Папасы 96. Нормально ма? Жетеді. 90-нан кейін кімнің бай екенін ұмытып қаласың. Берік пен Индираның отбасында той болса! Теперь вопрос. Беке, оң жақта аласыз или сол жақта? Сол жақта аламын. Құдалар жағында алайын деп жатсыз ба, да?